Бәріңізге сәлем достар, сіздермен бірге Айерке. Бүгінгі видео сабақта мен сіздерге осы аптада өзім ашқан барлық сделкаларға обзор жасап беретін боламын. Менде осы аптада 4 күн қатарынан сделкалар плюс болды дағы, тек бүгінгі пятница күнгі сделкам минус болды. Қай жерде ошибка болды, қандай қате? Соның барлығын сіздерге разбор жасап беретін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. И видео пайдалы болса, астына комментарий жазып кетіңіздер. Ендеше кеттік. Бір күндік таймфреймге қарайтын болсақ, жалпы үлкен таймфрейм бастаймыз, всегда білесіздер, иә? Вот қарайтын болсаңыздар, алтын глобально лонг. Ол үлкен таймфреймде осындай лонг кетіп бара жатқан кезде, оны кіші таймфреймде бұруға болмайды. Келесі 4 сағаттық таймфреймге қарайтын болсаңыздар, ол локально боковикте тұр, иә? Көріп тұрғандарыңыздай. Негізінде алдыңғы менің разборларымды көрсеңіздер, ситуация өте андай прям ұқсайды ше. Локально боковиктің моментіне қатты ұқсайды. И енді дальше 30 минуттық таймфреймге өтейік, и бізде сессияның индикаторын қосайық. Мына жақта 30 минуттық таймфреймге қарайтын болсаңыздар, бізде последний фрактальный ликвидностьтардың барлығы снятие болған. Көріп тұрсыздар ғой, мына жақта бізде скопление болды, нам барлығы ликвидность болып саналады. И соның барлығы не істеген? Снятие болған, дальше жаңағыдай откат болған. Я осы после снятия ликвидности. Получается, ол с большой вероятностью мына жаққа дейін келіп, қайтадан переснимать етіп жүрмейді деген сөз. Одан кейін 30 минуттық таймфреймнен бізде жаңа айттым ғой, алтын глобально лонг деп ше. Бізге ең жақын тұрған тарифтар, ол бізде Азияның хайы, және дағы мынау Нью-Йорктың хайы, ол бізде жаңағыдай ішкі жоғарғы ликвидностьтар болып саналады, иә. Енді бізде точка входа ретінде қарайтын болса, 30 минуттық таймфреймде мына имбаланс, және дағы мына Азия қалдырып кеткен ордер блок бізде жаңағыдай не болып саналады, яғни точка входамыз болып саналады. Дальше біз уже 5 минуттық таймфреймге өтеміз. Мына жақтан көрдіңіздер, иә, то, что жаңа 30 минуттық таймфреймде ордер блок болып тұрды мына жерде. И осы зонаға келген кезде, осы зонадан подтверждение болатын болса, тогда мен сделкаға лонг қарастырамын. Азияның хайына дейін сделканы қарастыруға болады. Немесе Нью-Йоркқа дейін дальше тартуға тоже болады. Вот. Мен өзім күнделікті ашатын сделкаларымды, жалпы Инстаграмда өзім салып отырамын, тоже подписаться етіп алыңыздар. Енді ана жүргізіп көрейік, мінекей қараңыздар. Ордер блокқа дейін келеді. Ордер блокқа келген кезінде слом структура болатын болса, ол кезде бізде жаңағыдай лонгқа қарастыруға болады. Мінекей қараңыздар. Бізде последний импульс, последний имбаланс көріп тұрсыздар, иә, бізге напротив тұрған, ол на 5 минутканың имбалансы. Осы имбаланстың пробитиясы, яғни альфа-вг, инверсионный имбаланс болып саналады. Осы жерден мысалға уже сделкаға жоғарға кіруге болатын еді. Мінекей. Вот, көрдіңіздер ғой, отработка болып тұр. Яғни менде точка входа дәл-дәл осы ордер блокқа келген кезде, маған напротив тұрған имбаланстың инверсиясы уже дальше лонгқа кететіндігін көрсетіп тұрды. Бұл сделка бізде вот мынандай, да? Осылайдан берілген, яғни үлкен таймфрейм бойынша лонг, жалпы ордер блоктан лонг қараған дұрысырақ болып саналады деп. И отработка болған. Понедельник күні ашылған менде осы бір-ақ сделка болды, и менің осы сделкам плюспенен жабылды. Одан кейін келесі вторник күні ашылған сделканы қарастырайық. Дальше Нью-Йорк кетеді. Нью-Йорктан кейін, мен Нью-Йоркта одан кейін уже сделка ашқан жоқпын. Пропускать етеміз. Келесі күн Азияға дейін. Светті жүріп. Нью-Йорк, вот. Мен жалпы күніне өте көп сделка аша бермеймін. Күніне бір, либо екі сделка ғана ашамын. Желательно стараюсь, чтобы ол сделка осознанный болғанын, и каждый мысалға әр өзінің жақын тұрған ликвидность, имбаланс барлығын бірінші жазып аламын. Одан кейін барып сделкаға кіремін. В будущем сіздер тоже солай істесеңіздер, жалпы өздеріңізге андай отчет ретінде жақсырақ көмектеседі. Одан кейін келесі күн бізде уже вторник күні Азияның бүткіл уақытысын біз пропускать етеміз. Сағат 12:00 күтеміз. Азияны қарайтын болсаңыздар, бізде импульсына лонг кетіп бара жатыр, иә. Енді қазір пока что Франкфуртқа дейін жетпей, үш рет тұрайық.
Қайтадан жаңағындай бір сағаттық таймфреймге өтейік. Ну, жаңағы бір күндік таймфреймнен қараған кезде алтын, ой, глобально лонг болып қала береді, иә. Енді қарайтын болсаңыздар, оны лонг қарастыру үшін бізде Азия точка входа бермеген. Ол Азия жаңағындай Азияның кезінде өзінің имбалансын неге көріп тұрсыздар, иә, полностью fulfill жасап кетті, толтырып кетті. Ол одан кейін вряд ли оған қайтып айналып келеді. Если бы ол осы жерде мына имбалансты толтырмай ашық қалдырып кеткен кезде, мен осы имбаланстан как точка входа ретінде қарастыратын едім. Дальше уже 15 минуттық таймфреймге өтейік. Маған ешқандай да қазір лонг кіруге ешқандай точка входа беріп тұрған жоқ. 15 минуттан көрсеңіздер, Азия өзінің имбалансын өзі толтырып кеткен. Одан кейін бізде келесі Франкфурт басталады. Франкфурт тоже импульсно лонг береді. Вот менде вторник күні тоже бір-ақ сделка болды. Ол мына слом структурадан алынған болатын. Осы жерде Лондонда мына неге дейін ғана алынды, ордер блокқа дейін ғана алынған болатын. Вот тоже вторник күні бір ғана сделка болды. Осы слом структурадан мына жердегі ордер блокқа дейін ғана ұсталынған болатын. Неге отработка болды осылайынан. Слом структура енді ана жерден қарайтын болсаңыздар, 5 минуттан көрсем. Вот осы жерден на фрактальный неден көрдіңіздер, иә, кесіп өтті, яғни уже слом структура болып саналады. 5 минутта осы жерде мен ордер блокқа дейін ғана сделканы төменге қарастырған болатынмын. Плюс маған мына жерде кластерный анализден и объемный анализ. Тейктіңді қай жерге қойып жақсы. Осы жерден дальше ордер блокқа дейін келеді, ордер блоктан лонгқа кетіп қалады. Мына шорт позицияны өзінен жақсартып, и одан кейін вторник күні бір позиция болған. Одан кейін келесі. Менде жалпы осы аптада қатарынан 4 күнгі позициялардың бәрі отработка болды дағы. Только пятница күнгі позиция мен үшін непонятно болды. Пятница күні бүгінгі ситуация мен үшін непонятно болды. И идея только частично отработка болды. Келесі бізде среда ол 19-ы. Нью-Йорк бәрі жүрек. Келесі Азия. 19-ы. Мен Нью-Йоркты көп қарай бермеймін, честно. Потому что кешке қарай мен шаршап кетеді да, и особо қатты қарамаймын. Азия. Вот. 19-ы Азия. Деген не беріп тұр? Жалпы нарратив шартқа беріп тұр. Қазір сағат 6:30, 2:00-ге дейін күтеді. Вот. Лонг, импульсно лонг. Қарайтын болсаңыздар, ой, істедім. Вот. Импульсно лонг берген, бірақ ана жерде сағат 12:00, 11:30, лонгқа қарау үшін, шортқа қарау үшін, мына жерде ол өзінің астыңғы фрактальный ликвидностін снимать етіп кеткен. Пока мен үшін, типа, ана жердегі ситуация непонятно, потому что біріншіден лонгқа қарастырайын десем, алтын АТХ-да тұр, иә, ауада тұр, былайша айтқан кезде. И оның мысалға жоғарыда бізде цель жоқ, жалпы жоғарыға қарастырайын десем. И то, что төменге қарастырайын десем, мына жерде менде ликвидностін өзі шешіп кеткен. Дальше Франкфуртты күтейік, не істейтін. Франкфурт бізде төменге қараңыздар. Полностью шорт нарратив беріп тұр, иә. Яғни Франкфурт Азияның зона интересасына имбалансқа дейін келеді дағы. Дальше төменге қарай шорт береді. Но мен вряд ли шорт ашатын едім, потому что менде үлкен таймфрейм бар. Лонг болып тұр, и шортқа особо қатты қарамас едім. Дальше мына жерден если бы слом болатын болса, Лондонда уже лонгқа қарастыруға болады. Вот Азияның, как раз бізде Азияның лойы снятие болып тұр. Вот 30 минуттық таймфреймде, но снятие болып саналады, сессионный. Мына жерде бізде көріп тұрмыз, слом структуры болып тұр. Последний фрактальный ненің фрактальный обновлениесі болып тұр. Викат фракталс бойынша мынау бізде. Вот соның обновлениесі болып тұр. Осы жерден біз слом структура ретінде қарастырсақ болады 5 минуттық таймфреймде. Дальше осы жерден лонг қарастырып көретін едім.
Менде бұл қай күн? Мына 19-ы. 19-ы күні мен аяққа сделка бердім бе, бермедім. 19 күні сделка бермегенмін. Нет, 19 күні сделканы вообще екінші топқа берген екенмін все. Вот. Сонда берілмей қалған. Вот, осылайынан бізде отработка болған. Мен бұл сделканы вообще WhatsApp-қа өзімнің тобыма берген болатынмын, лонгқа деп. Одан кейін келесі бізде, келесі күн, ол неге дейін? Неге мысалға мына ситуацияда қараңыздар. Лондон осы жерден откат алып кетті айтайын ба? Потому что мына жақта Франкфурт со собой ордер блок түзіп тұр. Мынау Франкфурттың ордер блок болып саналады. И Лондонда осы ордер блокқа дейін ғана келгенде дальше пробить ете алмағанда осы жерден откат болып кеткен. То есть в будущем сіздерге тегті қойған кезде ордер блокты көретін болсаңыздар, ордер блоктан ары тег қоюға болмайды, типа ана Азияның хай ликвидность деп. Ордер блок ол сіздердегі ең жақын тег болып саналады. Потому что ордер блокқа келген кезде откат болып кету вероятності жоғары болып саналады. Келесі күн бізде 19 март емес, 20-сы, иә. 20-сы күні менде қандай позиция болды? Вот 20-сы күні мен 3 түрлі анализбенен жалпы шортқа кететіндігін көрсетіп берген болатынмын. Қазір Азия 6.35, 7.25, 8, сағат 12-ге дейін пропускать етеміз. Вот. И енді осы күні, вот самый ең көп прибыль тапқан күнім деп айтайыншы. Нормально жапқан күнім болды осы сделка. Шортқа кететіне, потому что прям 100% сенімді болдым. Себебі менің 3 түрлі анализімді шортқа кететіндігін көрсетіп тұрды. Вот. Если смарт мани бойынша қарайтын болсаңыздар, яғни лонг болып қала береді, негізі үлкен таймфрейм бойынша лонг болып қала береді. Бірақ жаңағыдай кластерный анализіне SVPro'дан кластерный анализ бойынша мен заливканы көрдім. И вот сол заливка бойынша вот Азияда бізде дальше кете алмайды, дальше лонгқа кете алмайтындығын көрдім. И поэтому менде уже лонг идея осы жерден отмена болып кетті. И смарт мани бойынша қарайтын болсаңыздар, Азия не істеген? Өзінің фрактальный ликвидностін өзі шешіп, еще откат, яғни бізде подтверждение беріп қойған. Одан кейін менің точка входом осы Франкфурттың кластерный зонасынан заливкадан болды. Осы жерден мен шорт қарастырған болатынмын. Бұл менде смарт мани и жаңағындай кластерный анализ бойынша ашылған сделка болатын. И вот осы 30-35 деген зонаға дейін, мынау бізде объемный анализ. И 30-35 неге дейін шортқа барған болатын. Бұл сделкам отработка болды. Мына жақтан, честно, маған смарт маниден гөрі ана екі анализім қатты көмектесті. И смарт маниден только көрдім, то, что Азия за собой фрактальная ликвидності шешіп кеткендігін. И дальше уже понятно, что некуда, дальше жоғарыға ешқайда қарай алмайсың. Вот. И вот шорт позиция менде осы 30-да 38 мына жерге дейін қарастырылған болатын. Ол дальше тоже шортқа барды. Одан кейін бүгінгі позиция. Вот бүгін өте интересная ситуация болды, по сути. Мен үшін мынандай непонятный момент болды шыны керек. Потому что қазір мен сіздерге көрсетемін. Пятница, вот. Азияны қарайтын болсаңыздар, неге? Сказать, что... Ой, подождите. Куда ты идешь? Астына өшіріп тастайын. Азия, неге қараңыздар. Шорт нарратив беріп тұр, бірақ үлкен таймфреймі по-любому бізде жаңағыдай контекст лонгке шорт қарастыру үшін, как минимум, жаңағыдай последний маған жақын тұрған имбаланстың инверсиясы керек. И мен не үшін лонг қарастырдым, потому что Азиядан аяқта көріп тұрсыздар, имбаланстан жаңағыдай full fill болып тұр. Одан кейін сессиядан қарайтын болсаңыздар, ПДЛ снятиесі болды. Сол себепті мен жаңағындай, типа, шортқа қарай алмадым. Мына моментте ғой, Азияда, утром.
и лонгқа да қарай алмадым. Неге? Себебі Азия жоғарыдағы мына өзінің ликвидностьтарын шешіп кеткен. Мына күн сияқты ғой, как будто ана жақта Азия, помните, фрактальный ликвидностьті шешкен, и поэтому шортқа қарадым дедім ғой. Мына жерде де то же самое. Азия өзінің фрактальный ликвидностьін шешіп кеткен, бірақ шортқа қарайын десең, ол мына жақтан Азия бітпей жатып, то же самое, фрактальный ликвидностьін шешіп кеткен болатын. То есть с большой вероятностью мен аяққа жаздым, то, что ол боковикте тұрып қалады деп. Потому что ол екі жақтан да өзінің ликвидностьін шешіп қойды. И мен үшін поэтому ситуация непонятный болып тұрды ше. Бұл боковикке сағат 12:00-ден бастап сағат 5-ке дейін тупо боковикте тұрып қалды. Вот, одан кейін барып лонгқа отработка берді, мына имбалансқа дейін ғана отработка берді. Менде позициям тек қана азғантай плюспен жабылды да, одан кейін дальше минусқа кетіп қалды. Вот. Қараңыздаршы, полностью бір орында боковикте сағат 1:35 қой, вот 5-ке дейін боковикте тұрды бүгін. Туда-сюда, туда-сюда. Ужасный был просто. Вот 4-5-ке дейін. Мынандай момент, это самый худший момент, когда боковикте тұрып қалатын кездері, мысалға нормальный движение бермей. И вот только жаңағындай имбалансқа дейін ғана келді дағы. Мен негізі сделкамда ордер блокқа дейін қарастырған болатынмын. Азияның ордер блогына дейін келеді деген ой болғандықтан менде. И астыға тоже қарастыра алмадым, потому что ана жақта уже тупо ликвидностьтар снятие болып қойған. Неге көрдіңіздер ғой? Астынан снятие. Тупо жоғарыға қарай бізде ордер флоу келе жатты ше, лонговый. И ол мына имбалансқа дейін ғана барды дағы, дальше шортқа кетіп қалды. Поэтому менің мына 4 күнім плюспенен жабылса, мына күнім менде минуспенен жабылды. Тек азғантай ғана плюспенен зафиксировать етіп, одан кейін уже минусқа кетіп қалды бұл сделкам. Вот, мына жерде менде уже минуспен жапты, Франкфурт мына жерінде уже. Жалпы осылай. Сіздерге видео пайдалы болды деген ойдамын. Менің инста парақшама міндетті түрде подписка жасап алыңыздар. Ерке FX Trader деген аккаунт, и сол жерде өзімнің видео сабақтарымды, күнделікті анализдерімді, отработка болды, и жаңағындай интрадей идеяларымды салып отырамын, до и после қылып. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет.